Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық бөлімшелері жедел іздестіру шараларын жүргізу барысында Алматы, Шымкент, Ақтөбе, Тараз және Павлодар қалаларында коронавирустық инфекцияға қарсы вакцинациялаудың жалған паспорттарын заңсыз сатқан медицина қызметкерлері мен басқа да жеке тұлғалары анықталды. Жоғарыда көрсетілген адамдар баю мақсатында денсаулық сақтау органдары міндеттері мен мораль нормаларына қайшы азаматтарға жалған вакцинация жүргізгені анықталды. Осылайша, жалған вакцинация паспорттары 5 мыңнан 30 мың теңгеге дейін ақшалай сыйақы алу үшін сатқан. Аталған фактілер бойынша қылмыстық кодексінің 385 бабында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық құрамын белгілері бойынша 7 сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Яғни жалған құжаттарды қолдан жасау. Қазіргі уақытта олардың атына жалған вакцинация паспорттарын берілген 37 азамат, сондай-ақ жалған құжатты жасауға қатысы бар 12 адам, оның ішінде 8 медицина қызметкерлері анықталды. Басқа күдікті тұлғалардың анықтау бойынша қажетті жедел тергеу шаралары жүргізілуде.